Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бәйге әдісіне жасаған осындай көрнекілігімді қалай жасауға болатындығын түсіретін боламын. Ал кеттік. Компьютерден шығарып аламыз сол көрнекілігімізді. Сосын мынандай A4 форматында 4 штук шығардым. Сосын оны ламинаттаймыз. Мындай артық жерін кесіп тастаймыз. Неге осылай екі A4 форматындағын бір-біріне қосып ламинаттасаңыз, осылай шығады. Енді екі үсті мен астын осылай қосамыз. Двухсторонний скотчпен қосуға болады. Бәйгеде шабатын аттарымызды да осылай етіп шығарып аламыз, ламинаттап аламыз, сосын барып осыған жабыстырамыз. Мінекей достар, осылай жіптерді өткізіп шығамыз. Жуалызбен өткізсеңіздер болады. Мындай жуалызбен, қалың жіппен тесіп, бір жағынан өткізесіз, сосын артынан бұлай өткізесіз. Сосын мындай су ішетін осындай пипеткалар болады, трубочкалар. Осыны кесіп аласыз да, өтіп жіптің арасынан өткізесіздер. Жерде 12 штук шықты, 14, 15, 16, 17 оқушыға арналған. Сосын мындай пипеткаларға, мындай бәйгелерден, бәйге деген нені шығарып, ламинаттап жабыстырамыз. Деген ол балдарға, мына қыз балдарға. Мен бұлай істедім, бірінен кейін бірі қылып. Пипеткаға осыны жабыстырамыз. Мінекей осы скотчтың көмегімен жабыстыруға болады, немесе двухсторонний скотч бар, сонымен де жабыстыруға болады аттарды. Біздің бәйге әдісіміздің көрнекілігі бітті. Осылай, мына жерге қазір оқушылардың атын жазасыз. Деп осылай кете береді. Мынау сосын фломастер өшіреді. Қате жазып қоятын болсаңыз, өшіруге ыңғайлы. Сосын мені әр оқушының, мысалы, Алинұр болатын болса, ол баланың бәйгесін қоясыз, қыз баланың бәйгесін қоясыз. Әр тапсырмадан, мысалы, алған балдарын, яғни әр тапсырмадан өтті, немесе сол тапсырмада қалып кетті болатын болса, орындамаса сол жерде қалып кетеді, өтсе алдыңға қарай жылжи береді. Мінекей осы бір бағалау тәсілі өте жақсы. Мені
арқылы көрнекілік каналымда тұр, егер қаласаңыздар. Мінекей, өте әдемі. Артына магнит жабыстырып, тақтаға немесе дуалға іліп қоюға болады. Мынау нелеріміз, аттарымыз осылай жылжиды. Бәйге әдісі дегенде осылай жылжып отырады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қандай көрнекіліктерді салайын, қандай көрнекілікті үйреткен кезде қандай көрнекілік қолданғанды қалайсыздар, сол туралы комментарийге жазсаңыздар, алдағы уақытта ескеретін боламын. Видеоға лайк басып, YouTube каналыма және Instagram каналдарыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.